Сәлеметсіздер ме менің подписчиктерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен 40 қабатты тұздайтын боламын. Менімен бірге болып жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бес дана 40 қабат алдым. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Он литр ыстық суға 1 килограмм тұз салдым. Тұзы ерігенше жақсылап араластырамын. Үлкен ыдысқа 4-ке бөлінген 40 қабаттарымды салып толтырып аламын. Енді осының үстіне 10 литр тұзды құямын. Қабаттың бетін ауыр затпен бастырып қоямын. 40 қабат 2 тәулік тұрады. 2 тәуліктен кейін салқын сумен жуамын. Тұз суда тұрған 40 қабат жұмсақ болады. Енді осының арасына жазды күні дайындаған ашты компот жағамын. Міне осылай барлық жеріне жағып шығамын.
Аштыны жағып болған соң шелекке тығыздап салып аламын. Үстіне 1 литр салқын су құйдым. Бетін жауып ауыр зат. Бір аптадан кейін қырыққабат дайын болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.